ayda şerdeginde ayda qanday mekan joyda tusundaydi qaydasin ayda şerdegen sharayda tabamın alayda tusundaydi qaydasin ayda şerdeginde ayda. Güzel. Ozan. Bir tal gül müsün? Kechir qoldim. Free Fire nemese PUBG o'ynaganda. Alo, nimaga zvonday berasan? Birde bir qoldim qo'y. Bo'ldi, ayrılsamizmi? Ne, o'tirib ketdi. Qani jigitlar, zaryaddan ol. Shu, opa, ketgan. Ne, polyotga qo'yib taslasam meni WhatsAppda zvonlarında yema. Yem deb olsa quloqyapti. Qassing ortida yembek deb baratib, men o'tirib ketdi shu, men qo'yshi. Kim Wi-Fi düşürtsen? Buna katkın tezlik bitirik tuvalette şey. Hali oturum tuvalette. Buna zaryadsiz uçup kal. Oh yo mayo. 1, 2 and 3 and 4 потерялись и только. Senin bala жақтырмайтын досың. Айтпасаңа, бала шағын бәрін тастап кетші, адам құсап өзіміз отырайықшы, мы жеп қойды, улап шулап. Давай. 8.300. Құр кет бар, ана қойнаш бар. Демей. 8 қанша дедім жаңа? Миым жеп қойды қасында отырып. Бak Симаны Мұхтардың баласына жасап қойған. Жоқ, ой. Қош ес сен отты ғой. Мұхтардың өзіне айтпай ақ қойды, тамақ ішіп отқан ғой. Кішкентай бала, сен деп тартып басына бір-ақ ұрдым. Как раз Мұхтар арғы тамақ ішіп отқан ғой, аңырап. Құршы шуламай таспен басыңнан жарым кет. Деп тұрады, кішкентай балдар ғой. Ой, ертең өсет ма, таспен өзің тұрады болады. Айжан, алшынау, қолдан құлап қала бере ма бір бәле қойшы. Ей, құрды ала бар, ойна бар. Анан қарса кішкентай бала, итті ала бақыр. Қайсы? Йоу! Бармай қош, көрекші каканса не олар екен. Жемейді ғой полигон. Америка мен Қазақстанды салыстыратын достар. Брат, осы Американың мектептерінде бар ғой. Кайф қой, каждыйын өзінің жеке шкафы болады ғой ше. Біз айген пакетпен болмасанда қыршалбардың ішінен трико киіп алып шыға саласың. Братан, байқайсың ба осы ақыр заман тек Америкада бола ма бірдеңе ғой. Ана метеорит, инопланетяндар бәрі сояққа қонады ғой. Бізде не әрі кетсе 112-ден сообщение келеді. Көшкін, дауыл, жер сілкінісі деп. Еще оның өзі болмайды ғой. Бір көшкін дауыл болса екен. Братан деймін, американский кинолардан главный рөлдегі актерларға бар ғой. 10 адам келсе, очередьпен жабылады, анау қай жеп болғанын күтіп. Бізде не, давай огонь десе, ол тап-та өтеді ғой. Америкадан баласы колледжге түссе, папасы келіп, сынок, ты поступил на колледж десе, баласы да. Да, папа деп, кәдімгідей ана успешный болып кете ма, сондай ғой. Бізде не, колледжге түссең, оқыдың ба, оқыдың ғой. Успешный система жағынан ғана сияқты ғой. Сенің вообще оқымайтын класстастар. Ертең класстың фондына 2-3 теңгеден жинаймыз. Ой, көп қой. Көп емес, қалталарыңнан да түсіп қалатыр ғой сол. Сол түсіп қалғанынан ала берсеңізші. Екеуің ескерту түсті, екінші сабақта неғып дауыстарың далаға дейін шығып жатыр. Апа, енді дұрыс сабағы далада емес пе? Қыздар 7 май келе жатыр ғой. Дезодорант, мезодорант сыйламай қойыңдар ше. Носки қолтыққа жағатын сыйламаңдар ше. Саған керек ол. Қалған балдарға сыйламай ақ қойыңдаршы. Мана сен 1 минутқа бола ма? Мамасы ғой. Мамам, мен көрмей қалып просто. Алдым Марат ағалар ғой. Или мен тыңдайық, или сен тыңдайық. Ай, мен тыңдасаңшы, кеше Марат ағаның КамАЗымен. Жа болсын. Қазір айтып бер. Сосын КамАЗбен басып келеді ғой. Сосын? Ағайтында отыргенсі. Қазір, брат, 5 минут, Тамақ қалды ма? Қазір 5 минут. 5 минут. Брат,
5 минут тошқам. Тез болшы. Все, родной, 5 минуттан кейін звондаймын онда. Все, родной, шығып жатырмын, 5 минутта болған сен жақта. Давай, 5 минутта. Ұйықтайын деп жатсың ба? Братка, 5 минут ұйықтап алайыншы, бұл 5-ақ минут сразу тұрамын, Қоссай телевизор. брат, 5 минуттан кейін басталады қосам. Брат, боссың ба? Қазір 5 минутта босаймын, брат. 5 минут? Сөз. Аға, ішке кірсеңіздер шақырып жатыр. Все, 5 минутта кіреді деп айтасыз ғой, Жуып болдың ба? Братка, 5 минуттан кейін бітті мен кірмей. Шай ішіп отыра бересің ба? Болсай? Братка, 5 минут, 5-ақ минут. Қазір теңдешім. Кеше қызға барыпсыңдар ғой, 5 минутта шығыпсың ғой. Брат, аяғым басшыш бір 10 минутта. 10 минут? 5 минут, 5 минут. 5 минут, хорошо. Әдем. Ай, асты табан. Ауылдағы жеңгелер. Үйлеріңе торғай бағасында ма? Тұз бар ма, қалайсың Майра? Тұз Бар ғой сіңдерде, қазір тауып аламын өзім. Майра, мына печеньең күшті шығыпты әйтеуір. Біз істесек бұлжырап шығады әйтеуір. Күшті шығыпты мынауың. Сатып алдық қой просто. Сатып алдың ба? Жындыбайың қайда, жындыбайың? Жындыханада. Майра, қатырасың, біз неге холодильник боласың ба? Бірақ өздерінің үйлеріңе де холодильник керек шығар. Алдың күні банк жапқанмын ғой, айтпақшы. 10 банкім атылып кетті кешке дейін. Сөйтіп біреу ғана нормально қалып, холодильникке сап қойып, аппарат 10-та жарып алдым. Енді? Банкі бар ма? Ана Қайрат жынды достарына түнімен карт ойнап шықты. Вообще ұйықтаған жоқпын. Сосын не істедің? Тұрып солармен карт ойнадым, 37 мың көтеріп бағасы ма? Не айтуға келдім? Мал сойын деп жатыр, желгамайсың ма айтпақшы? Қаншадан болады? 2 мыңнан. Ойбай, базарда 1200-ден толып тұр ғой. Қой? Малды обал қылып соймайық, базардан ала бермейміз біз. Айтпақшы ертең құдалыққа барайын деп жатырмын да, мата сатаң бір көйлегің бір нәрселерің болса біз. Сол болса. Жоқ ондай. Қызың. Амантай ағай. Балалар мынандай істей аласыңдар ма? Ой, ағай не патсан болып отырсыз? Кім патсан деп тұрсың, мен жете алмай қалды деп жатсың ба? Айттым ғой патсан. Макгрегордікіндей костюм киіп алыпсыз. Техникаңызда Макгрегордікіндей, бірақ түріңіз ұқсамайды. Жүр паразу. Болды ағай, қалжың деп отыр. Ұқсайды. Макгрегор ағай. Жүр паразу. Бүгін астренем күшті болып тұр, бүгін қандай күн? Бейсенбі ағай. Жоқ, Дүйсенбі. жоқ. Қандай енді ағай? Не қойғың ғой? Айдана, не қысқа киіп аласың? Бері алдыңғы партаға келіп отыр мына жерге. Қайда қарап отырсыз ағай? Айдананың партасына біреу мал деп жазып. Қайсысын жазған? Мотивация беріңізші бізге. Затарда пешке көмір салып жатыңдар, үйлерің суып кетпесін. Мотивация не онда? Мотивация не аласың, үйлерің суып кетпесін да. Ай, сіз түсімде көрдің ғой. Қойш? Бәрімізді күлдіртіп сол. Күнделігімді сұрап. Қойш? 5 қойып беріпсіз ағай. Өтіңді қыстемеппін ба? Жоқ ағай. Сабақ. Өмірдегі мелочь, но өте кайф ситуациялар. Келдің бе? Тақпай қой отырайық. Братан, сушняңды әкелдің. Мынау сдачасы. Значит, өзіңде қала берсін ол. Тамақ жеп қоймаңдар ма мен сіз? Жедік. Но саған алып қойдық. Манас, бергеш. Жана үшінде жазда Айдос күтіп тұр, апарып берші соны. Тұрады. Болмаса өзім апарып бере салшы. Көресің ба? Үйдегілері айтып қойма, порно ғана. Барлық аға осындай ма? Той, Асылжан, бұл еркелей берме, бой жеткен қызсың ғой. Болды, Асылжан, 6-дан кейін үйден шықпайсың. Ешқандай вечерға бармайсың, түсінің ба? Қарындасың, вообще жігіттермен сөйлеспейсің, түсінің ба? Вообще қысқа көйлек кимейсің. Ана телефонды көп шұқыламай, анаңа көмектесетін сабағыңды оқисың, жарай ма? Қыстау болу керек еді, біле. Брат кеше, інімді қызыммен ұстап аламын, көрәтші. Қош,інің қай жылы? 2005 қой? Уайымдама, мен өзімнен 10 жас кіші қызды алам да, өзім тәрбиелеп аламын. 10 жас? Не қылырсың, сақалың ойнап жүреміз ұзын кейін? Брат, ертерек қыз таппасың ма, 10 қолың мықты болып баратыр ба? Асқар, мысалы айтып отырмын, қазір қыздардың бәрі өсіп кеткен. Срочно қыз тауып алмасаң қаласың ертең. Тем более 99-сың өзі.
түсіп кетті ғой ма? Класстастарың каждый үйінде 2-3 баласынан бар ғой, бәрі ойнап қайтесіз олармен. Радымен қыз деп ашықпаймын. Үй салуым керек, машина алуым керек, уақыт бар. В общем, қыз жоқ десе. Бля, сол ғой, брат. Бар ма номерлерді таныс қыздардың? Сұрамайсыңдар ма? Сенің құрбың не қызық қуа. Құдай сақтап қапты қайтадан. Шай берсін. Ана бүйтіп қасында отқан балам оңай айырылып кеткен дейді. Қалайсың? Жақсы. Қайдан келесің? Немен түрің бұзылып кеткен? Жоқ, нормально бәрі. Сен не болды түрің бұзылып отыр ғой сен? шыныңды айтсайшы, не болды? Жоқ, папа, ештеңе болмады. Бір сиыр өліп қалған адам ұқсап отырсың ғой. Жоқ. айтсай шыныңды. Сөйлессең мына баланың түрін қараса шашылып кеткен ғой. Ұрыспаймыз. Сөйлессең. Ұрыспайсыңдар ма? Точно. Ұрыспаймыз, айтайыншы. Вообще ұрыспайсыңдар. Вообще ұрыспаймыз. Ұрыспайтын болсаңдар айтайын онда. Айт енді, құрсын. Сендер берген оқудың ақшасын жоғалтып алдым. Оқудың ақшасы? Я, твою мать. Құрметті қазақстандықтар, сіздерге ата-аналарыңыз ұрыспаймыз десе, оған сенбеңіздер. Олар по-любому көттеріңді айырады. Кім ол көтіңді? Сенің жынды класстастарың. Айдана. Макс. Манас. Шайнаңдамай тастаңдар асағыз. Жұрт қой, лапай. Ей! Тақтадағын оқы медет. Көне... Ай, тақта көнеріп кетті ғой. Осырдың ба? Апай, Асқар осырды. Жаны бардың желі бар. Осырсын, табиғи құбылыс қой. Біз осырсақ, айқайлап жатсыз деп шығасыз ғой. Мал, сен сасық қой просто. Сенкіше. Менің еш шықпайды бұл. Осырсақ. Қалай тәрбиелейді осыларды. Асқар түріңе не болған? Ой, ағай жаңа қырынып атып тіліп алдым кішкене. Біреу бетін сойып кеткен сияқты ғой. Аяқ жегісі кеп жүрген родной. Короче, кеше бывшаймен боқтасып сөйлесіп отырсам, братан алып қойды телефон прикинь. Көтіңді айырам дейді ғой. Кел смело дегенсің ғой, прикинь. Қорықпаймын. Родной, прикинь, кеше қорада темек тартып отырмын ғой ше. Спичкамен ойнап отырып, қораны өртеп алғансың ғой, прикинь. Қайта братчикемен жауып жіберіп, әрең құтылдым, ана дым білмейтін 5-тегі бала ғой. Кеше батяның соңғы темекісін чекіп қоямын, короче. Таңертең тұрып біздеп жүр ғой. Ей, Мұрат ағаға бердіңіз кеше де, ана Мұрат ағаға жауып жүргенсің ғой, прикинь. Қарасай, братан, батяның машинасы ғой. Көтіңді айырады ғой. Уайымдама досым, кеше как раз ішіп кетті батя ше. Жаңа кілт салып жүргенсің қалтасына. Родной, в общем, дос балама звондайын деп басқа бір номерге звондап жүрген ғой. Сөйтсем қыз көтереді ғой, білмеген ғой, айқайлап жатырмын. Сөйтсем ана қыз орыс екен, қазақша түсінбейді, қуанып кеткенсің ғой, прикинь. Қай жақтікі екен осы? Қарағандының қызы екен, Родной.